Бәріңе сәлем, сіздермен бірге Найзадай Ньюс. UFC америкалық файтер Джон Джонс пен француз Сирил Ган арасындағы жекпе-жектің өтетінін жариялады. Жекпе-жек 4 наурызға жоспарланған. Бұл айқас UFC 285 турнирінің бас жекпе-жегі болады. Файтерлер ауыр салмақтағы бос титул үшін жұдырықтасады. Хардкор UFC лигасы Қазақстанда турнир өткізуді жоспарлап отыр. Ресейлік бақтың жазуынша лига биыл мамыр айындағы турнирін Қазақстанда өткіземіз деп жоспарлаған. Әзірге турнирдің қай қалада өтетіні белгісіз. Жақында Мұхаммед Аббасов Найза лигасында 66 келі дивизионның жауынгерлерін жекпе-жекке шақырған. Бұл ұсынысқа Елнар Ибрагимов жауап берді. Ол 25 ақпанда өтетін турнирде жекпе-жекке шығуға дайын екенін мәлімдеді. Найза гран-приіне қатысатын командалар құрамында өзгерістер болды. Финалда Төбет Топ Тим мен Дар Про Тим командалар айқасады. 66 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде Дар Про Тим командасында Ұлан Тамғабаевтың орнына Тимур Серікұлы шығады. Оның финалдағы қарсыласы Жасұлан Әкімжан болмақ. Бүгінгі жаңалықтар легі осында. Егер формат ұнаса, төменге пікір қалдырып, лайк басыңыздар. Көріскенше.